Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мясо по-французски жасаймыз. Жасалуы жеңіл. Видеоны соңына дейін қараңыз. Алдымен картопты жұқалап тураймыз. Мынадай түрде жіңішкелеп картопты турап аламыз. Енді картоптың үстіне тұз, бұрыш саламыз. Кішкене ғана саламыз. Себебі етте де тұз, бұрыш болады. Кішкене шемішкен майын құямыз. Енді араластырамыз. Міне картоп дайын. Енді бір шетке қойып қоямыз бұны. Енді етін дайындаймыз. Мен тартылған еттен жасаймын. Етке тұз, бұрыш саламыз. Үкіштен өткізілген чеснок саламыз. Және пияз саламыз. Пиязды кішкене саламыз. Бұны ұсақтап тураймыз. Енді шөптерді ұсақтап тураймыз. Өздеріңізге ұнаған шөптерді салсаңыздар болады. Бұл еттің дәмін келтіреді. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Міне ет дайын. Енді бұны да шетке қоя тұрамыз. Енді пиязды тураймыз. Пиязды ұсақтап тураймыз. Енді пияздың үстіне майонез саламыз. Кішкене су қоямыз. Және үккіштен өткізілген сырды кішкене саламыз. Бәрін араластырамыз. Міне пияз дайын. Бұны да қоя тұрамыз. Енді помидорды тураймыз. Помидорды былай тураймыз. Осылай помидорды тура қоямыз. Енді пешке салатын ыдысты майлаймыз. Енді картопты жайып саламыз. Енді картоптың үстіне етті жайып саламыз. Енді еттің үстіне пияз араласқан майонезді жайып саламыз. Енді үстіне помидор саламыз. Енді пешке 180 градусқа 50 минутқа қойып қоямыз. 50 минуттан кейін алып, қалған сырды үстіне сеуіп, осы сыр еріп үсті қызарғанша қайтадан қойып қоямыз. Міне дайын болды. Енді бірнеше бөлікке бөліп тарелкаға саламыз. Міне асымыз дайын. Дәмі ерекше. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.